Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін сникерс тортын дайындайтын боламыз. Бізге керекті 5 жұмыртқа, 5 жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ақ уызымызды миксерлеп, үстіне қант саламыз. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Ақ уызымыз дайын болды. Енді сары уызымызды дайындаймыз. Оның үстіне де қант қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Сүт қосамыз. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Ары қарай ұн қосамыз. 3 ас қасық какао қосамыз. 1 ас қасық қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Оның үстіне ақ уызымызды қосамыз. Барлығын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Тавамызға қойып, 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Коржиіміз дайын болды. Коржиімізді 3-ке бөліп аламыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Бізге керекті қоюланған кілегей мен жаңғақ екеуін жақсылап араластырып аламыз. Міне дайын болды. Оны коржиіміздің бетіне жағып аламыз. Ары қарай кремімізді дайындаймыз. Бізге керекті сливке жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне қант ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Творожный сыр қосамыз. Міне креміміз дайын болды. Кремімізді кілегейдің бетіне жағып аламыз. Барлығын жабыстырып, бетіне кремін жағып аламыз. 3-4 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді бетін әрленге бізге керекті шоколадымыздың үстіне 2 ас қасық сливке қойып, микроволновкаға ерітіп аламыз. Оның үстіне жаңғақ қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді тортымыздың бетіне жағып аламыз. Міне тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.